Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай керемет қатпарлы нан жасайтын боламыз. Бұл қаттама нанды пеште пісірсеңіздер де қуырсаңыздар да бола береді. Ең алғаш бұл қаттаманы жасау үшін бірінші пиязымызды жуамызды майдалап турап алып қуыруға жібереміз. Енді мына жерде бізде 400 мл сүт пен 2 столовый ложка майонез. Мен пирожки жасайын ба деп ойладым бүгін. Сөйтсем дрожжи де болмай қалды. Сол себептен қаттама жасауды дұрыс көрдім. Бұл жерде менде сүт, майонез, тұз, кішкене қанттан қостым және де бір жұмыртқа. Тура осы пропорциямен суға тұз қосып істей берсеңіздер де болады. Негізі қаттама көп продуктыны қажет етпейді. Қамырына суға тұзды араластырып қамыр илеп ары қарай жұмысты жалғастыра берсеңіздер болады. Барлық ингредиенттерімізді қосып алғаннан соң жақсылап қамыр илейміз да, ол қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз да демалдыруға қойып қоямыз. Кез келген қамыр иленгеннен соң міндетті түрде демалу керек. Демалған зуаламызды аламыз. Мен 2-ге бөлдім өзіме ыңғайлы болу үшін жағанға. Және де сол бөліктерімізді жақсылап бешбармақтың қамырында етіп, үлкен қылып жайып аламыз. Жайылған қамырымызды осылай бүктеп, бір шетке қоя тұрамыз да, екінші зуаламызды жайып аламыз. Жайып алған зуаламыздың үстіне осында ерітілген майды құямыз. Менде бұл ерітілген қолдың майы, көбінесе негізі қаттаманың дәмі майына байланысты дәмді шығады. Майды жақ болғаннан соң бағанағы қуырып алған пияздарымызды осылай жақсылап реттеп салып шығып жатырмын. Майымызды, қуырылған пиязымызды жақсылап салып болғаннан соң екінші зуаламызды алып, осылай үстіне әдемілеп қойып шығамын. Бұл зуаланы үстін майменен жақсылап жағып, әбден қолмен немесе кесечкамен өздеріңізге қалай ыңғайлы солай жағып шықсаңыздар болады. Барлығын болғаннан соң пышақпен аламын да осындай кішкентай кескіндерге бөліп шығамын. Және де осы кескіннің шетінен алып жайлап орап бастаймын. Бір зуаладан менде 5 шақты қаттама нан пайда болды. Мен қаттама нанның мөлшерін орташа диаметрде жасадым. Үлкен қаттама рецебі менің каналымда бар, қарап көрсеңіздер болады. Бұл қаттама нанды орташа размерлерде жасап, жартысын қуырып алдым, жартысын пеште пісірдім. Дәл осындай қаттаманы морозильникте жарты ай, 2 аптадай сақтасаңыздар болады. Осылай дайындап қоясыздар, пакетке салып морозильникке салсаңыздар, керек уақытысында пісірер алдын бір 20 минут алдын шығарып қойсаңыздар, жайлап қолмен жайып, осылай духовкаға немесе табаға қуырып алсаңыздар болады. Енді мен духовкаға салмас бұрын бетіне осындай жұмыртқаның сарысын жағамын. Әсемдік ретінде кунжутты сепсеңіздер болады. Дәл осы қаттаманы духовкаға 180 градусқа бір 10 минутқа жібереміз. 10 минутта осындай бізде румяны, қытырлақ, дәмді қаттама нандарымыз пайда болады. Осы рецептпен жасауларыңызға кеңес беремін. Майонез, сүт қоспай-ақ судың өзіне жасасаңыздар да өте керемет шығады. Мен пирожки жасағым келген, тағы да қайталап айтайыншы, дрожж болмағандықтан қаттама жасай салдым. Сонда да осы рецептпен өте дәмді керемет шығады. Назарларыңызға өте көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Менде көптеген рецепттер болады. Рум-тур, үйдің тазалығы және де күнделікті влог түсіргенді өте қатты жақсы көремін. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Аружан. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.